Бүгінгі өтетін сабағымыз арифметикалық прогрессияның n мүшесінің қосындысы. Бұны түсіну үшін, бұл тақырыпты түсіну үшін мынандай мысал қарастырып көрейік. Бізде s деген бірден 1 қосу 2 қосу 3 қосу 98 99 100. S бірден бастап 100-ге дейінгі сандардың қосындысы болсын. Осы қаншаға тең екенін білу керек. Біз бұны былай да анықтауға болады. 1-ді 2-ге қосып, бұл 3, 3-ке 3-ті қосамыз 9, 98-ге 99 қосамыз деп, 100-ді қосамыз деп отыруға болады. Бірақ оған біздің көп уақытымыз кетеді. Сондықтан бізге бұны оңай шығарудың формуласы арифметикалық прогрестің n мүшесінің қосындысы деп аталады. Бұны қалай табамыз? Табу үшін бұл жазылған қатарды бірінші қатар деп жазып қояйын. Бірінші қатар. Енді екінші қатарды осыны кері сандармен, кері қатармен жазып алайын. 2, 100, қосу 99, қосу 98, кете береді осылай. Бұл 3, қосу 2, қосу 1. Бұл бізде екінші қатар болсын дейік. Екінші қатар. Осы қатар 1 мен қатар 2-ні қоссақ бір-біріне, бізде бұл 2s, 1 қосу 100, 2 қосу 98, 99, 3 қосу 98, кете береді осылай. Және 98 қосу 3, 99 қосу 2, 100 қосу 1. Қарап отырсаңыздар, мынау 1-ді 100-ге қоссақ 101 болады. 2-ні 99-ға қоссақ 101 болады. 3-ті 98-ге қоссақ 101 болады. 98-ді 3-ке қоссақ 101 болады. 99-ды 2-ге қоссақ 101 болады. Сонда әрбір мүшесі 101-ге тең. Ондай мүшелер саны бізде 1-ден бастап 100-ге дейінгі. Яғни 100 мүше бар. 2s, сонда 101-ді 100-ге көбейтесақ, s тең болады. 101 көбейту 100 бөлінген 2 болады. Сонда 100 мүшесінің қосындысы бізде 5050 болады. Енді бұдан да оңай шығаруға болады, ол формула. Енді формуланың қалай шыққанын көрсетейік. Ол үшін мен бірінші қатарды жазып алайын. S тең, оны A1 қосу A2 қосу A3 қосу 98 дегенде AN-2 жалпы түрде, 99 дегенде AN-1 және 100 дегенде AN. Енді осыны кері қатармен жазып алайын. Бұл S бірінші қатар деп қойайын. Бірінші қатар болсын. Екінші қатарды кері жазып алайын. Бұл S тең AN, ол 100, AN-1 99, AN-2 98, бұл жалпы түрі қосу A1 қосу A2 қосу A3 қосу A2 қосу A1. Бұл менде екінші қатар болсын. Енді бірінші қатар мен екінші қатарды қоссам менде 2s тең болады. A1 қосу AN болады. Және A2 қосу AN-1, A2 қосу AN-1 және қосу A3 қосу осылай кете береді. Қосу соңғы мүшесін қоссайын AN қосу A1 болады. Енді бұл бірінші мысалға қарап көрсек, бірінші мысалда бізде 1 қосу 100, 101 болды, 2 қосу 99, 101 болды, 3 қосу 98, 101 болды. Онда бұл біз айта аламыз, сонда мынаның әрбір қосылған элементі
мына элементтердің бәрі бірінші мүшесінің элементіне тең екен. Ол А1 қосылған А-н. Сонда мынау А1 қосылу А-н, мынау да А1 қосылу А-н, мынау да А1 қосылған А-н. Ал ондай элементтерден қанша бар менде? N штук бар. Сонда 2s тең болады. 2s тең болады. A1 қосу AN көбейтілген N болады. Сонда S тең болады. A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейту N деген формулаға келеді. Енді мен білемін. AN-ді білемін мен. AN-ді білемін мен. A1 қосылған N-1 көбейтілген даед. Енді орнына апарып қойып көрейін. Сонда менде қалай болады? A1 қосылған A1 N-1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейту N болады. Орнына апарып қойсам, шыққаны 2A1 N-1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген N деген формула шығады. Сонда S N мүшесінің қосындысы менде осыған тең екен.